Исатай ауданында соғыстың соңғы куәгерлеріне құрмет көрсетілді. Бүгінде ауданда 187 тыл ардагері бар. Қамыс қалалық тыл ардагері Орынбасар Айдаралиевтің балалық шағы соғыс уақытына тап болды. Ол еңбекке ерте араласқан. Амангелді Первомай колхозында буыны бекмеген бала атпен шөмеле тартыпты. Сол жылдары Сталиннің сұрқия саясаты біраз ұлттың өкілін қалмақ жеріне депортациялайды. Үдере көшкен қалың жұрттың қатарында Орынбасар Айдаралиевтің ата-анасы да бар еді. Сталинский тәртіппенен қалмақ қырына күзде 44-тің октябрінде көшірген. Жаңағы үй көшіп барды да, мен 51-де Астрахань облысы Енетайский район дейтінде Николай Иванович Горяин дейтін орыстың үйінде жатып, орысша оқыдым. Қалмақ қырында Қарба дейтін жерде өмір сүрдік. Мен сол жаңағы еңбек еттім механизатор болып. 59-да сентябрьдің 1 күні Новатқа көшіп келдік. Жаңағы үйімді тиеп жіберіп, 17 күн жүріп, малымды айдап келдім. Нәзира Есенгенже қызы 1929 жылы Нарын құмында Победа ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын бас есепші көмекшісінен бастап, колхоздардың біріктірілуіне байланысты кейін Тұщықұдық ауылдық советінің жаңатан колхозында тергеу комиссиясының мүшесі болып қызмет атқарды. Ерен еңбек үшін медалімен марапатталған. Балаларға көмек беру, ата-анасына көмектесу сияқты. Сонан 7-ші класс бітіргеннен кейін мектебім орталау болып қалып, Сталин мектебіне, бірінші салынған Сталин мектебіне оқып. Сонан кейін Айбас ауылында жаңа құрылған Карл Маркс мектебіне оқыдым. Жалғыз ағам бар еді. Ол 18-ге толып соғысқа кетіп қалды. Сонан өзімнен кейін 4 бала бар еді. Сол 4-еуі анам мал шаруасында сауыншы еді. Анама көмектесіп, сол 4 баланы жетістіру үшін колхозға жұмысқа келіп кеттім. Алғашында колхозда мал өнімдерін есепші болып. Балалық шағы соғыс жылдарына тап болған тағы бір кейіпкеріміз Мағиза Қарабалина. Жастайынан анасына еріп тылда колхоз жұмысын араласады. Сталинград қоршауға алынғанда Гурьев Астрахань теміржол табанын төсеуге қатысады. Теміржол салу басталғанда соның бірінші жұмысына қатысты. Сонда мен қасында кішкентай болсам да қалмайым, мөшекке топырақ салып, қаптап қойып, сөйтіп бірнеше оқушы жүрдік. Сол мезгілде біздер соғыс қашан басылады, қашан оқуға барамыз деп жылап жүрген оқушыларымыз. Олар қолдарына қару алып майданда толарсақтан қан кешіп, жан берісіп, жан алыспаса да, зұлмат жылдары елдің дамуына орасан зор үлес қосты. Осыған орай жергілікті әкімдік ауданның барлық ауылдық округтеріндегі тыл ардагерлерінің шаңырақтарына барып, жеңістің 75 жылдығына арналған мерекелік медальдар, Нұр Отан партиясы атынан құттықтау хаттар мен арнайы сыйлықтар табысталды. Асланбек Шығырып, Ержан Шеруенов, Атырау арнасы, Исатай ауданынан.